кузницаға кірмегелі де көп бопты. Ойбай, мен бұған по идее жаңа жыл жоқ. Оны емес, мынау короче жаңа жылдық немен әлі қалып тұр ғой. Осыған ремонт жасайық. Так, бізге ағаш и булыжник керек. Ой, сундукта дым жоқ, иә. Ладно, так, бізге YouTube хауста бар ма? Бірақ жоқ, YouTube хаустағы мен лақтырып тастағанмын. Так, сонда бізге өзіміз добыть ету керек оның бәрін. Так, бізде өзімізге железный топор мен железный кирканы алайық. Алмазный пока что қолына бай тұрсын. И бізге шахтымен там не керек? Ағаш керек. Ағаш неқті? Жоқ. Так, бізге бірінші ана жақта ағаш бар екен. Или анандай ағаштар қолданамыз ба? Ладно, так, осыяқа қарай кете берейік. Так, бізде YouTube хауста негізінен әлі жаңа жылдық көңіл күйде тұр олар. Так, біз бірінші ағаштар сындырып алайық өзімізге. Ағаштармен бүткіл нәрсені өңдейміз, короче, YouTube кузницаны басынан салу керек еді. Неге жылжыту керек еді, ана жерде тұрғаннан қарағанда жылжу керек еді. Типа үйдің жанында ол басқа жақта өзі орналасқан, так что оны жылжытып тастау керек. Сол үшін басында пока что осылай қойып қояйық біз, чтобы әлі жылжытуға он уақыт жоқ дегендей. Сол үшін ол жерде тұрастырсын. Главное, ойбай, анау не? Анау не? Қараңдар, достар. Ой, короче, достар, қалайсыңдар, сендермен бірге дейді. Я, достар, көріп тұрғандарында мен ағаш сындырып жүріп, короче, кузницамды жанартайын деп жатқанда ағаш сындырып жүргенде мынандай бір коробка ма не анау үйма сонда бірдеңе тауып алған болатынбыз. Сендер ана атрке лайктарын басып кетіңдер, ал біз анан көріп кеттік. Короче, анау бір непонятный зат. Не екен бұл? Неге бұл жақта тұр еще? Мен қарным ашып жатыр еще. Нау не? Мен ол үйма? Есігі ғана. Так, по идее бұл үй емес, я? Потому что терезесі жоқ. Кеш батып отыр ма? Терезесі жоқ, есігі жоқ дегенде. Давайте сындырып көреміз. Так, бізде хорошо, что кирка алдық. Ойбай. Ойбай, налар не? Нені? Ойбай, не дейді? Бірінші житель, екінші разбойник, үшінші стив дейді. Ойбай. Ебать, қарандар, достар. Изумрудный, ойбай, фуй, неғ сасып жатыр. Блин, алар қандар ғой. Блях, неғ сасып жатыр. Нау не? Ебать, нау неге орналасқан? Қарандар. Типа бірінші житель, екінші разбойник, үшінші стив дейді. Стивтің бастыр, зомбидің бастыр, скелеттің, пиглиннің бастыр. Бұл не? Житель, Стивтің бастыр. Неге житель разбойниктердің басы жоқ? Такс. Пайды неқта наларды өлтірген ба? Неқ прям сасып жатыр, қандар сасып жатыр. Такс, ойбай, нау не? Такс, бірдеңе жазылған ба? Жоқ. Я, не дейді? Сенің де жақында қанын осы жерде болады. Ойбай. Достар, қарандар. Ойбай, кеш батып жатыр, тем более далада. Нандай непонятный зат тұр да, и ішінде там адам өлтірген. Яғни сасып жатыр, и өлтірген нәрсен бәрін бастарын мұнда қойып қойған, и сенің де қаның жақында осы жерде болады деді маған. Давай қойып қойыңдар, мен де басымды деп ойнайтым. Короче, не нау? Блин, қарандар, житель пайды өлтіретін адамдарына житель разбойник Стив деп тұр. Стив типа анау ғой, осы Майнкрафттағы бала. Сол. Қарандар, нау не? Сонда адам өлтірген жерге, фуй, мен аяғым қан болды. Бляқ. Так, не істейміз наны? Не істейм енді мен? Неге бұл жерге бетіп қойып қойған? Тем более анандай, я, байқап тұрсыңдар ма? Типа, нандай стилі салынған бұл на коробкамызшы бізде как болады ғой? Подарочный коробка ма, сондай бірдеңе болып тұрнау. Фу, нанышы жаман сасып жатыр, ана қанның есі шығады ғой. Не істейміз наны? Жауып кетейік. Мен кузнецаны жөндейін деп едім. Нау не вообще? Так, ұйықтап алайықшы үйге барып біз. Так, бізден, ойбай, қорқынышты анау. Ойбай. Ей, достар, қараңдар. Ебать, жаңағын артыма битіп қараған кезде анан төбесінде бір адам бар, бір қорқынышты адам тұрды да, и сразу бір секундтан кейін жоқ болып кетті. Ойбай, қаштық.
Қаштық. Көрдіңдер ма? Көрмей қалдыңдар ау, сендер. Мен де мынау қиығыммен әрең көрдім. Такси кузнецаға кірсе, ойбай жетел деп тұр ғой, галем. Ебать. Көрейік қазір ұйықтап барып. Ойбай, мені аңдып жүрмесін. Ұйықтайық бірінші, ұйықтап алайық. Не болады екен? Көрдіңдер ма сендер? Прям бір адам төбесінде тұрды да, анау, ойбай, шошып кеттім, қорқып кеттік қой же. Барып көрейікші. Мен қорқып тұрмын, мен қарным ашты, жетерлер үйлерінде тамақ бар ма? Такс, достар, барып көреміз ба? Мынау магазин әлі тұр бізде. Такс, мен бірінші тамақ жеп алайыншы. Морковтарын өспеді ма? Ар жақта кірет көрек, мен қарным аш әлі. Аш, давайте қарным тойдырып алайын бірінші. Мыналардың бәрі әдемілеп өсіпті. Мынау не жаман көрініп тұр ғой? Жоқ, достар, короче, мынаны жеп алайық та, көрдіңдер ма жаңа сендер? Бір такс, оны бір суреттеп беретін болсам, бір ана бет аузын бәрі қан болды да, и денесі прям ақпақ, аузы дәу апандай, сәл көрдім, типа галем сияқты, жоқ галем сияқты, вообще ұқсамайды. Барып көрейікші анау. Ойбай, мен қолыма аналардың факелін ұстап тұрмын ғой, түсіп қалған ба анау. Қараңдар. Ебай, мынау не вообще? Такс, ішінде анау адам тұрмасын. Достар, мынау не екенін түсінбей қойдым, бірақ я думаю, что мені өлтіргісі келіп жүр. Неге? Мынаны қараңдар, мынау боғайғыдан тұрмеді? Или анау жарып кетті ме? Қараңдар, бірінші жетелеп тұр, ауылдағы жетелдерді өлтіріп кетпесін. Екінші разбойник, да ладно, разбойникті өлтіре берсін. Стив дейді. Такс, не зат екен мен білмедім, вообще түсінбедім. Неге бұл жақта тұр? Еще на табличкаға жазып қойғандарын қараңдар, жер изумруд. Изумруд, мынау не дейді? Сенің де қанын, жақында қанын осы жерде болады дейді. Мына қарасаңдар, бүткіл қандар ғой. Фуй, сасып жатыр. Көрейік не болады енді. Өліп қалмайтын шығармыз. Такс, басқа не бұл жерде? Тағы бірдеңе бар ма? Қазір лопата алып келіп жерді қазып көрейікші. Мен лопата келейін. Мен ютубқа ауыстан барып, өзіме лопата алып келген болатынмын, чтобы мына жақта бару үшін. Мына жақ жаман сасып жатыр бар ғой, прям. Мына қандар көп тұрған ба, свежий ма білмеймін, бірақ сасып жатыр. Прям. Давайте бір жерді қазып көрейікші. Мына жақты ма, қай жақты қазсақ болады? Давайте мынау примерно осы жерді қаза берейік. Ебать, қараңдар, айбай түсіп баратыр мен. Не істейміз? Ебать, тура қазғамын ғой. Мен естіп едім осы бір жерді, короче, бір жетелдерден ба, бір адам өлтірушілер әдетте жерді қазып, суяқа бір бәлеге тастап кетеді деген ауылдағы жетелдерін естіп едім. Ебать, қараңдар. Мынау не жерде қан жатыр. Лестница, давайте түскіреміз. Ана отырмасын бағана көрген адамы. Баратырым, короче. Ойбай, ебать. Фуй, на қанар әлі сасымаған. Жақында өлген ба? Ойбай, мынаяқта табличкалар тұр, не дейді? Жақында дейді. Мен сені көріп тұрмын, ойбай. Біреу тұр ма? Жоқ. Өлесің дейді. Қайсын оқымадық дағы? Нан оқымадық ба? Жынды жетел? Жынды жетел деп қопты, қараңдар. Мен ерден шығалам ба? Шығалам ба? Шығамай мен. Қолымда нау бар? Жоқ, бұл қойылмайды, тем более. Шығамай қалдым. Өлем енді мен, достар. Короче, бізге... Так, менде дым жоқ. Мен чал шықпағамын. Қараңдар, мен сені көріп тұрмын дейді. Ол білген, что мені, менің бұл жаққа келетінімді. Жақында дейді. И нерде өлесің дейді. Жынды жетел. Мына жынды жетел деген вообще түсінбей тұрмын. Бұл не? Жынды жетел. Наған секірек. Қазір секіремін. И опа. Ой, жоқ. Дайте наны. Мына жаққа қойылмайды ғой. Мына жаққа қойып не істейміз біз? Қаспастайық мынаны. Жынды жетел. Что это? Қандай мағына жынды жетел? Жынды жетел. Такс. Бұл не істейміз жынды жетелді біз? Қараңдар, достар, прям адамды өлтірген, осыяқа түскен адам бәрін өлтірген.
байқадыңдар ма еще ауылда жителер азайып қалған, прям азайып қалған. Ана бұрынғы видеоларды көрсеңдер, ол жақта мынандай еді, там жителер көп еді, прям қазір азайып қалған. Қазір нерден шығайыншы мен. Мынаны былай қоямыз да, былай и осылай шығып кете салайықшы. Я, короче, қараңдар достар. Ебать, мынау прям адам өлтіретін не ғой. Білесіңдер ма, мынандай оқиға бар ғой, типа Есуас па қандай еді? Блин, иә, Есуас Санта Клаус деген. Типа ол да адамдарға анандай қорқынышты оқиға бар еді, типа адамдарға осындай адамның денелерін, бас сүйектерін сап тастайды. Сондай сияқты. Мынау тура, мынау жаназа подаркаға ұқсайды да. Мынау төбесінде бабочкасы жоқ и іші фө сасып жатыр мынау. Бірақ ебать, достар, қорқып тұрмын бар ғой мен. Прям давайте ауылға қайтайықшы. Қазір жителер көрсетем, прям жителер ауылы азайып қалған. Так бізде мені топ ұрлап жүруші еді, естерінде ма? Прям көп жүруші еді, азайып қалған. Големде бір төбелескен прям. Мен оған жақында ғана ремонт жасап, мені қарандар, жителдер аз қалған ауылда, 5-6 ғана қалған. Негізі көп болу керек еді. Так, не істейміз енді? Мен оңымды жөндеймін деп едім. Так, мынаумен не істеп жүр? Ойбай. Ебать, достар. Қорқып тұрмын бар ғой. Причем тут жынды жедел. Жынды жедел деген кім ол вообще? Или бір жедел есінен адасқан ба солай? Сол бүткілін құрап жүр ма? Короче, оны білмеді. Бірақ қорқынышты екен. Аты жынды жедел. Прям қорқынышты. Но көреміз алда уақытта бұл не болады екенін. Сендермен болған. Я, достар, көріп тұрғандарында бүгін мен ойлағам ғой, типа блог түсірем деп, осылай кузницаны жөндедім деген видео түсірем деп, бірақ бәрі басқаша болды. Себебі адам өлтірілген жерлерді тауып алдық, что ең қорқынышты деген осы болды ау бүгін бізде. Ең қорқынышты күнім болған шығар, себебі қараңдар, адам өлтірілген нәрсе подарочный не тауып алдық, типа. Сендермен болған тете арна түрге лайктарын басып кетіңдер. Давайте.